Қалайсыздар менің оқырмандарым? Көпшілік қыздардың пирожкиінің тестісі дұрыс шықпай жатады, немесе арасы шикі болып кетеді. Мен ұсынған рецептпен жасасаңыз, пирожкиіңіз өте жұмсақ болып, дәмді болып піседі. Ендеше бастайық. Алдымен картопымызды суға қайнатып аламыз. Керекті құрамдарды төменге жазып кететін боламын. Бізге су керек, ашытқы, тұз бен шекерді бірге салдым, және сұйық май керек болады. Осылардың барлығын суымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Ашытқысы әбден езілгенше араластырамыз, және ұнды бірден қоспаймыз, аз-аздан қосып, қасықпен араластырып отырамыз. Әбден бізде қоймалжың масса болғанша осылай қасықпен араластырамыз. Содан кейін барып масса қоюлау, қасық айналмайтындай болған кезде барып қолмен басып илейтін боламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Тағы да үстіне ұн салып қолмен илейміз. Жұмсақ қамыр болады бізде. Қамырды қатты баспаймыз. Тестіміз осындай болу керек. Көтерілуге жарты сағатқа қоямыз. Енді тестіміз ашығанша картопымызды дайындаймыз салмасын. Картопымыздың суын төгіп, осылай езіп аламыз. Мен картопты пісірген кезде ішіне тұз салдым, және бұрышын салдым. Арасына жуақ қорып салсаңыз, картопқа ерекше дәм беретін болады. Нанымыз ашыды. Үстінен кішкене сұйық май құйып, нанымызды тағы да көтерілуге 15 минутқа қойып қоямыз. Осылай басамыз, бетін жауып қоямыз. Жаңа картопымыздың үстіне жуаны салып, салманы жақсылап араластырып аламыз. Енді нанымыз көтерілді. Нанды 60 грамнан өлшеп алдым. Менде барлығы 21 штук пирожки шықты. Осылай оқтаудың көмегінсіз қолмен жақсылап жаямыз, және ішіне бір ас қасықтан салмасын салдым. Жақсылап осылай бекітеміз, және кішкене басамыз бекіткен жерді. Осындай болып шығады. Пирожкилерін жасап қойдым. Енді майды қыздырамыз. Мен тоң майға пісірдім. Майымыз әбден қызғанда пирожкилерімізді саламыз. Оттың асты кішкене жай тұру керек. Қатты болса арасы шикі болып кетеді. Екі жағын қызарғанша қуырып пісіріп аламыз. Тағы да көрсеттім. Пирожкилерім піскенше шыдамай жеп, арасын сіздерге көрсетіп жатырмын. Достар, менің каналым ұнаса, видеоны ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы.